Қырым соғысының себептері мен салдары қандай болды? 19 ғасырдың ортасында Осман империясы отарлап отырған халықтардың тағдырына байланысты шығыс мәселесі деп аталатын саясат қайта шиеленісе түсті. Ресей, Англия, Франция сияқты елдер таяу шығыс нарығына үстемдік ету мақсатымен саяси бәсекелестік күресін жандандырды. Осман империясын дағдарыстан шығару мақсатында жүргізіліп жатқан Танзимат реформасы Қырым соғысына байланысты тоқтатылды. Соғыстың басталуына Осман империясындағы ағылшын-орыс және француз-орыс бәсекелестігі себеп болды. Соғыстың тұтануына ірі державалардың таяу шығыстағы алдымен саяси, сосын әскери қақтығыстарына әкелген қасиетті жер туралы мәселе сылтау болды. 1850 жылдан бері Франция мен Ресей арасындағы христиандардың Иерусалим мен Вифлеемдегі қасиетті жерлерді қорғауда католик пен православие шіркеулерінің мәртебесі туралы келіспеушіліктер бар болатын. Ресей патшасы 1 Николай түрік сұлтанына жолдаған ультиматум түріндегі талабына Осман империясының құрамындағы барлық православиялық халықтарға қасиетті жерлердегі православие шіркеуінің мәртебесі және орыстардың ықпалын мойындауын талап еткен еді. Францияда түрік сұлтанына қысым көрсетіп, қасиетті жерлердегі католик шіркеуінің мәртебесін мойындауды талап етті. Англия мен Францияға арқа сүйеп, түрік сұлтаны орыс патшасының талабын елдің тәуелсіздігіне қол сұққандық деп бағалады да бұл талапты орындамайтындығын мәлімдеді. Орыс патшасы 1 Николай Англия мен Франциямен тіл табыса алмайтындығына көз жеткізген соң, түрік сұлтанына қысым көрсете бастады. 1853 жылы Стамбулға орыс елшілігі жіберілді. Елшілік түрік сұлтанынан үзілді-кесілді талап қойылып, қасиетті жерлердегі православие шіркеуінің мәртебесін қамтамасыз етуді және сұлтан билігіне православие дініндегі орыс патшасының қамқорлығына алуына көндірмек болды. Сұлтан үкіметі орыс патшасының бұл талаптарын орындаудан бас тартты. Патша үкіметі түріктер үшін Англия мен Франция өзімен шиеленіске бармайды деген қате түсінікпен Түркиямен соғысуға бел буды. Сөйтіп, 1853 жылы орыс-түрік соғысы немесе Қырым соғысы басталып кетті. Адмирал Нахимов басқарған орыстардың Қара теңіздегі флоты түрік флотын талқандады. Түрік әскері Кавказ майданында да жеңіліске ұшырады. Соғыста осылай оңай жеңіске жетпек болған орыс әскері қатты қателесті. Осман империясының толық күйреуімен және таяу шығыстағы өз ықпалдарынан айырылудан қауіптенген батыс держава орыстарға қарсы соғысып жатқан түріктерге көмектесуді жөн көрді. Қара теңізге әскери көмектерін аттандырды. 1854 жылы батыс державалары Осман империясы мен Ресейге қарсы бағытталған одақтастық келісіміне қол қояды. Одақтастар Ресейдің Қара теңіз флотының негізгі тірегіне Севастопольге соққы беруді жоспарлады. Қырым соғыстарындағы ерекше шайқастардың бірі Севастополь қорғанысы болды. Англия мен Францияның көмегіне сүйенген түріктер орыстарды ойсырата жеңді. Австрия мемлекетінің араласуымен соғысушы тараптар арасында бейбіт келіссөздер басталды. 1856 жылы Парижде бейбіт бітім келісіміне қол қойылды. Ресей Түркияға оңтүстік Бессарабияны қайтарды. Қара теңізді бейтараптандыруға келісті. Сербия, Молдова мен Валахияда сұлтанның билігі сақталды. Сондай-ақ Англия мен Франция ерекше келісімге қол қойды. Онда Париж трактаты шеңберінде Осман империясының тұтастығы мен тәуелсіздігіне кепілдік берілді. Қырым соғысы Түркияға өте ауыр зардап әкелді. Ал Түркия соғыстан келген зардаптарды жою үшін Англия мен Франциядан өте көп мөлшерде несие алды. Осман империясы қаржы несиесі арқылы еуропалықтардың қанау зардабына ұшырады. 19 ғасырдың соңында Осман империясының құлдырауы мен отар елге айналуы, сұлтан үкіметі билігін сақталуы елдің дағдарысты одан әрі тереңдете түсті. 1879 жылы Осман империясы өзінің батыс Европа елдерінің алдындағы қарызын өтей алмайтындығын мойындады. Арнаулы комиссия елдің табыс бюджетін өз қолына алып, қарызды төлетуге кірісті.
сөйтіп батыс державалары Осман империясының ішкі ісіне белсене араласа бастады. 19 ғасырдың соңғы ширегінде империя Болгария, Сербия, Черногория, Румыния сияқты иеліктерінен айырылды. Балқан түбегінің түрік билігіне қалған славян тұрғындары тәуелсіздікке ие болды. Закавказьеде Ресейдің ықпалы күшейе түсті. Сонымен қатар басқа да иеліктерден айырылуға тура келді. Франция, Алжир мен Тунисті, Англия, Мысыр мен Кайрды түріктерден тартып алды. 19 ғасырдың соңына қарай Осман империясының солтүстік африкалық иеліктері еуропалық мемлекеттердің билігіне көшті. Франция, Сирия мен Ливанда, Англия парсы шығанағы мен Қос өзен аймағына үстемдік етуге ұмтылды. Австро-Венгрия әскері Босния мен Герцеговинаға енді. Англия, Франция және Австро-Венгрия егер Осман империясын толық күйретіп болса, Ресей империясының ықпалы күшейіп, славян мемлекеттер және Қара теңіз бұғаздарын өз бақылауына алады деп қауіптенді. Міне 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында шығыс мәселесінің басты мәні осылайша шешілді. Ал екінші Абдулхамид енді Германиямен тығыз байланыс орнатуға бет бұрды. 1888 жылы билікке келген екінші Вильгельм Германияны Осман империясымен жақындатты. Герман императоры өзін мұсылмандардың қолдаушысымын деп мәлімдеді. Германия ықпалының Осман империясына орныққандығының басты бір мысалы ретінде немістердің Берлин, Стамбул, Бағдат теміржолы салуы болды. Бұл әскери маңызды зор магистрал болашақта Бағдатты парсы шығанағымен жалғастырады деп жоспарланды. Жаңа Османдар ұйымының мүшелері белгілі ағартушы жазушы Намык Кемал бастаған бірқатар зиялы топтар түрік тілінің дамуына, оның әдеби тіл дәрежесінде көтерілуіне, ағарту ісіне зор үлес қосты. 1889 жылы Стамбулда Бірлік және Прогресс партиясы құрылды. Реформалық шаралар жүргізіліп, елдің экономикасын көтеру, қоғамды жан-жақты жаңарту көзделді. Бұл қозғалыстың өкілдері жас түріктер деп аталды. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.